Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Осындай сочный мочный шпинатпен манты жасадым. Келіңіздер бірге ауыз ашарға дайындайық. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге керек болады шпинат. Мен оны блендерден шығарып алдым. Осылай жақсылап тұрып шпинатты блендерлеп аламыз. Енді оны үлкен ыдысымызға салып, кішкене су құйып аламыз және тұз, су құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Көктемде осыны дайындап жесеңіздер өте пайдалы екен. Организм әлсіреп, иммунитетіміз түсіп жатқан кезде әсіресе сәресіне дайындасаңыздар да болады. Осылай ұнымызды 2-3 бөліп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неге қамырымыз дайын, жұмсақ болды. Енді демалдыруға қоямыз 10-15 минут. Және демалғаннан кейін осылай 2 бөлікке бөліп домалақтап қоямыз. Тағы 15-20 минут демалу керек. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Мен картоп етпен дайындадым. Сіздер қалауларыңызға қарап асқабақпен де дайындасаңыздар болады. Мінекей осылай картопты мен көбік тәрізді етіп турап аламыз. Рамазан айы қалай өтіп жатыр? Шаршамай, қиналмай жатырсыздар ма? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мінекей. Енді пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды да жұқа етіп тураймыз. Блендермен де шығарсаңыздар болады негізі. Мен қолмен турағанды жақсы көрем. Тұсақтап турап аламыз осылай. Енді барлығын бір асқа салып, жақсылап етін турайтын боламыз. Тартылған етте қолдансаңыздар болады. Менде тартылған ет жоқ болғаннан кейін осылай турадым. Көбік тәрізді етіп. Жұқарақ етіп тураймыз, майда етіп. Неке етімізді турап болып қалдық. Осы кезде қамырымызды үстіне целлофан жауып қоямыз. Беті қаясып қалады. Қамырымыз жұмсақ болмай қалады. Бағана айтпай кетіппін. Немесе осылай бір ыдыспен жауып қойсаңыздар да болады. Етімізді осылай турап аламыз. Жақсылап тұрып. Неке етіміз турап болдық. Енді ішіне приправалар саламыз. Мен тұз салдым, қара бұрыш салдым және сұйық май құйып
жақсылап араластырамыз. Өйткені менің етімде май жоқ. Қарап көргендеріңіздей. Мінекей, жақсылап араластырып, осылай салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды ортасын баспай шетінен жаямыз. Тек шетін ғана басамыз. Басында ұс қолмен кішкене көмектесіп жібереміз жайылуына. Сосын оқтаумен ортасынан шетіне қарай жаямыз. Сосын осылай жаямыз. Видеодағыдай ортасын қатты баспаймыз. Қатты күш берудің де қажеті жоқ. Мінекей. Қамырым менде өте жұмсақ, тез жайылды. Осылай 10-15 минутта жайып аламыз. Жұқарғаннан кейін осылай мантыға қалай кесеміз, солай кесіп аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мен сантиметрмен есептемедім, бірақ осылай керемет әдемі болып кесіп шықтық. Артып қалғанын домалақтап қойсаңыздар болады. Мен кеше трансляцияда осыдан кеспе сорпа дайындадым. Артып қалған кішкене бөлшектеріне кіріп қарап көрсеңіздер болады. Трансляция бөлімінде тұр. Осылай жайып аламыз. Кесіп аламыз. Көбек тәрізді етіп. Енді қалған қамырымызды үстін жауып қоямыз. Осылай бөліктерге бөліп, әрбір көбегімізға салмамызды жақсылап көп етіп салып, түйіп шығатын боламыз. Мінекей, қараңыздар, жап-жасыл керемет болып шығады екен. Осы рецептпен белмен дайындасаңыздар да болады, түшпәра. Ол да керемет болып шығады енді. Осылай түйіп аламыз. Осы рецептпен домалақ етіп жайып ұйғырша бүгіп шықсаңыздар да болады. Маған осы тәсіл ыңғайлы болған соң осылай түйіп алдым. Мінекей, енді листімізді астын майлап дайындап аламыз. Және бір-бірімен теріп шығамыз. Осы кезде қазанымызға су құйып қайнатып қойсақ болады. Қайнап тұрған кезде жақсы. Енді үстін шетін жақсылап майлап аламыз. Бір-біріне жабыспас үшін, листімізға жабыспас үшін. Мінекей, менде бір домалақ зояла қамырдан осылай 3 лист манты шықты. Сосын мен екінші рет жайып бүгіп алдым. Бізде отбасымызда көп адам болған соң көбірек дайындаймын. Сіздер қалауларыңызға қарап азырақ дайындасаңыздар болады. Бізде манты өте желімді, тез желініп кетеді осылай. 45 минутта дайын болып шығады мантымыз. Қыздар, менің каналым өте пайдалы. Каналымда өте әртүрлі рецепттер бар.
тіркеліп лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Осылай 45 минутта дайын болып пісіп шықты. Осылай цветін қараңыздар. Цветі барда болған соң құртылмайды, осылай жап-жасыл болып әдемі болады. Бір легенге тартып үстіне аджигамен жедік. Ас болсын, рахмет.